Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, әріптестер. Бүгінгі біздің талқылайтын сабағымыз ол көру анализаторлары және көру нерві. Көру анализаторлары өз кезегінде екіге бөлінеді, яғни ол көз алмасынан және көру нервінен. Ол нерви оптикус. Көру нерві ол бізде, яғни бастың 12 жұп нервін қызметі бойынша үшке бөліп қарастырамыз. Ол сезімталдық, қозғалыштық және аралас. Көру нерві бізде сезімталдыққа жатады, яғни иіс сезу нерві мен көру нерві бізде сезімталдық нервтер болып табылады. Көру нерві бас миында көрсете кетсем, міне 24 деген санмен көрсетілген. Көру нервіне келетін болса, көру нерві бұл 4 бөлімден тұрады, яғни көз ішілік, көздік, өзек-ішілік деп отырғанымыз каналис оптикус. Каналис оптикус бас сүйегінде мынау өзек болып табылады. Және төртінші бөлігі ол бас сүйек ішілік деп аталады. Бұл жерде бұның каналис оптикустың көру нерві каналис оптикустен, яғни көру өзегінен шыққаннан кейін қиылысады. Қиылысқан жерін біз хиазма оптикус деп атаймыз. Ол қиылысқаннан кейін бізде тракус оптикус, яғни көру жолы пайда болады. Көру жолы бізде таламусқа бағытталып, таламустан олар нейрон денелерінің синаптикалық қайта қосылуы пайда болып, ол жақтан бізде көрулік сәулелену шығып, көру қыртысына, яғни шүйделік бөліміне енеді. Енді көру нервінің, яғни адамзат бізде көру мағлұматын көру алаңы арқылы алады. Бізде көру нерві латералды және медиалды бөлімдерден тұрады. Бізде адамда латералды көру нерві медиалды көру алаңынан мағлұматты алып, оны өз бойымен жіберіп, хиазмаға келгенде латералды бөлімі қиылыспай, өз жағымен тракус оптикус арқылы бағытталып, таламуста корпус геникулатум латералиде нейрон денелерінің синаптикалық қайта қосылуы орын алып, ол жерде көрулік сәулелену арқылы шүйде бөліміне енеді. Ал медиалды, яғни көру нервінің медиалды бөліміне тоқтала кетсек, ол бізде медиалды бөлімі көру алаңының латералды жағын қабылдап, оны өз бойымен төмен қарай өткізіп, хиазма, бұның бір ерекшелігі медиалды бөлімінің хиазма оптикусте, яғни қиылысқан жерінде, бұл басқа бағыт арқылы, яғни қиылысады. Медиалды бөлімі бір-бірімен хиазма оптикусте қиылысып, төмен тракус оптикусқа жолы арқылы түсіп, екі тармақ береді, яғни аралық миға. Одан кейін таламустың, яғни подушка дейді, жасықшасы деп атауымызға болады, таламустың жасықшасына. Бұл жерде, яғни синаптикалық, нейрон денелерінің синаптикалық қайта қосылуы орын алып, көрулік сәулелену пайда болып, шүйделік, бас миының шүйделік бөліміне енеді. Бүгінгі қысқаша тақырыбымыз осы.